Қазіргі еркектер неден қашады? Әйелдер үшін ашық ақиқат. Қазіргі таңда көп әйел бір сұраққа жауап таба алмай жүр. Неге ер адамдар тез суып кетеді? Неге бастабында бәрі жақсы болып, кейін алыстап кетеді? Бұл сұрақтардың жауабы сыртқы келбетте де, жаста да, материалдық жағдайда да емес. Қазіргі еркектер қашатын нәрсе психологиялық қысым. Ер адам махаббаттан қашпайды, ол ауыр атмосферадан, ішкі тыныштықты алып қоятын қарым-қатынастан қашады. Ер адамдар неге эмоциялық қысымнан қашады? Қазіргі еркектердің өмірі де оңай емес. Жауапкершілік, қаржы, қоғамның талабы бәрі иығында. Сондықтан ол қарым-қатынастан бір ғана нәрсе іздейді – тыныштық. Егер әйел күн сайын ренжіп отырса, жиі талап қойса, ұдайы бағалап, тексеріп отырса, өткенді қайта-қайта қозғай берсе, ер адам өзін қауіпсіз сезінбейді. Ал қауіпсіздік жоқ жерде еркек ұзақ тұрмайды. Еркекке махаббат емес, қабылдау маңызды. Көп әйел мен оны жақсы көргендіктен осылай істеймін дейді. Бірақ ер адам махаббатты қабылдау арқылы сезінеді. Сіз оны өзгерткіңіз келсе, оны сол қалпында қабылдамасаңыз, оның кемшілігін үнемі бетіне бассаңыз, ол өзін жеткіліксіз сезіне бастайды. Ал өзін жеткіліксіз сезінген ер адам жабылады, алыстайды, немесе мүлде кетеді. Еркектер бақылаудан қашады. Қайдасың, кімменсің, неге жауап бермедің? Бұл сұрақтар әйелге қалыпты көрінуі мүмкін, бірақ ер адам үшін бұл сенімсіздік белгісі. Сенім жоқ жерде еркіндік те жоқ. Ал еркіндігі шектелген ер адам, қашуға дайын ер адам. Ер адам күшті әйелден емес, талапшыл әйелден қашады. Көп әйел еркектер мықты әйелден қорқады деп ойлайды. Бұл миф. Ер адам өзін дамытатын, өзін сыйлайтын, өз өмірі бар әйелден қашпайды. Ол үнемі бір нәрсе талап ететін, өз бақыты үшін оны жауапты ететін әйелден қашады. Себебі ер адам мен оны бақытты ете алмаймын деген сезімді көтере алмайды. Ер адам жанында өзін еркек сезінгісі келеді. Егер әйел бәрін өзі шешсе, бәрін өзі істесе, еркекке орын қалдырмаса, еркек біртіндеп өз орнын жоғалтады. Ал өзін қажетсіз сезінген ер адам не суып кетеді, не кетіп қалады. Ер адамға айқай емес сенім, бақылау емес құрмет, талап емес жылы қатынас керек. Қазіргі еркектер махаббаттан қашпайды. Олар өзін жоғалтып алатын қатынастан қашады. Егер сіз өзіңізді бағаласаңыз, ішкі тыныштығыңызды сақтасаңыз, ер адамды емес өзіңізді түзетуден бастаңыз. Ер адам сізге өзі жақындайды. Қарым-қатынасты ұстап тұратын айқай емес ақыл, қорқыту емес қадір, жабысу емес тепе-теңдік. Ең бастысы сіз өзіңізді жоғалтпаңыз. Сонда сізді ешкім жоғалта алмайды.